енді қақылдамағанда сіздікі дұрыс па апа? Не болды сонша? Таза ұштан кеп далаға шықтық. Таза іште де бар ғой, жұта бермейсіз ба үйдің ішінде? Баса кемпірлер ұқсап, отырмайсыз ба үйдің ішінде телевизор көріп? Қой дедім саған. Ой, сәлеметсіз бе? Саламатсыз. Құлағыңызды болады ма? Не қыласың құлағымды? Иә, осы кешегі мен ғой. Сізсіз ба? Кіміңіз әкеңіз? Әкеліп тұрсыз ба? Әкемді? Әлде ойламайсыз ба? Ойланғанда да, ойланбағанда да кеше телефонда түсіндірдің ғой. Апа, жатыңызшы деймін, жатыңызшы. Кісілер келіп жатыр, ұят болады, жатыңызшы деймін. Қақылдаған пәле, тағы да біреу келді. Отырыңыз әке. Көкем, құжаттар түгел ма? Мына көк пакеттің ішінде. Немен сеп-сек бәрі түгел ма? Паспорт бәрі бар. Ақсақалы пенсия аласыз ба? Зейнетақы аласыз ба, зейнетақы? Мыналар алады. Енді өзіңіз аласыз, уайымдамаңыз. Қазір құжаттарыңыз түгелден, сосын сіз жайғастыратын болады. Әкем, мен айтқан санатория осы, ішінде барлық зат бар. Жатып демалыңыз. Ақшаны төледің ба? Төледім. Есептестің ба? Есептестім. Хабарласып тұр. Хабарласам. Телефоныңды сөндіріп қой. Сөндірмеймін. Мынаны қағылған кемпір ғой. Сәлеметсіз бе замандас? Сәлеметпіз замандас. Отырсыз. Я, отқан сол таза ұжды. Көп таза ұжыда әрмеңіз, әңгенеңізді суық тиіп қалады. Рахмет. Нұсқыңыз кім болды? Нұсқым Алтынгүл. Алтынгүл? Иә. Өзіңізді нұсқыңыз кім болады? Нұсқыңыз кім деймін? Күмісбек. Алтын жоғары ғой қашанда. Қызға алтын жарасады қашанда. Ұлға күміс жарасады қашанда. Қай жылғы болдыңыз? Айтудың өзі ят екен ғой. Мен 43-ші жылғымын. 43-ші жылы? Иә. 41-ші жылы үлкен соғыс басталып, сіз ерке кіндіктердің бәрі соғысқа кетті. Сіз қайдан жүрсіз ауылда, адас? Білмеймін сол. Соған қарағанда әкеңіз армиядан қашып келген сияқты ғой. Или отпускаға шықты ме? Өзіңіз қай жылғы болдыңыз? Қай жылды бересіз? Мен қайдан білейін? Көп кемпірлер 51-ші жылды береді. Жассың деп. 46-ші жылғымын. Мен закотный. 45-ші жылы соғыспай бітті. Әкем асықпай ауылға келіп қалдық бізде ауылға. Шал бар ма? Ойбай, жай сөйлейші, Құдайға шүкір, құлағымыз естиді. Шал иті жоқ ауылға кетті ғой. Бейшара, шыдай алмағанда. Неменеге? Сізде кемпірге төтеп беру қиын. Ішіп жеміңізге жақсы екен, қонысыңызға жақсы екен. Төрт үстіңізге қарасам бір дүкемдің шешесі сияқтысыз. Құдайға шүкір. Өзіңізде кемпір бар ма? Кемпір бар ма дейм? Ажырасып кеткен. Бел ортасында ажырасқаныңыз қиын болыпты. Өліп қалды. Жаңа ажыраспын дедіңіз ғой. Какая разница? Өлген соң ажырадың ғой, болды ғой. Замандаса шұбаданды ұстағаныңызға қарағанда лауазымды қызмет атқарған сияқтысыз ғой. Кім? Сізді айтам. Атқардық. Не қызмет атқардыңыз? Колхозды жегем. Колхозды жегем, жерін сатқан, техникасын сатқан, байлығын жегем, Құдай өзі кешірсін. Лайым кешірсін. Бірдеңе болып қалды ма? Жоқ, лайым кешірсін. Орындарыңызға жатыңыздар деймін. Не болған бүгін бәріне? Ақсақал, сіздің шаруаларыңызды бітірдім. Неменеге мұз болып киініп келгенсіз? Неменеге мұз болып киініп келгенсіз деймін? Енді не, қыз болып киініп келейін бе? Ойбай! Жаңадан келген адам жағасынан қайырмасайш, өзін айтатынды іште айтасың ғой. Апа, сіз тыныш отырыңызшы. Сен бала. Кемпірімді сой кемпірғанды істеппін ғой замандас. Сіз ашыламайыңыз, сіз ашылансаңыз ақ жүзіңізге, ақ түседі. Бұндай пацандармен не асам, разберусь. Ата, мынау не сіздікі ме? Қайсы? Мынау не, скрипка ма деймін? Жоқ, пианино. Ой, ақсақал, менімен қалжыңдасып тұрсыз ба?
саған. Сөзін бітірейін. Сізден бөлек 20 адам бар. Бұл жердің өз заңы бар дедім ғой. Анау десең, мынау дейді, мынаған мынау десең, мынау дейді. Мен не болдым сонда? Колхоздың бастығы шағымызда бұндайларды бір сөзбен жүгіртетінмін. Дегенмен бабында екенсіз. Ағаш тағанға күші жоқ деп ойлап қалмаңыз. Мынандай ағаштар былай сындыра саламыз. Күлеміз ғой. Не істейміз, жылаймыз ба? Бала-шағаның қасында немерелерді бағып отырмайын ба одан да? Ауылдың қарапайым кемпір екен ғой. Санаторияның не екен білмейді. Санаторияда бір жыл демалсақ не болып қапты? Бірдеңе болып қапты ма? Замандасау. Бәріміз де осылай болып келгенбіз. Апа, осы уақыт демалып отырмыз деп тастап кеткен мені. Бұл ешқандай да санатория емес, бұл қарттар үйі. Сездім, білдім. Келініміз жүгіргеннен қорқып едім. Мінеки көлігіңіз, міне киіміңіз, міне чемоданыңыз деп жадырап сала берді-ау. Асыққан екен ғой. Асыққан екен ғой. Сол даңғырадай үйдің бір бұрышына сияр едік қой. Соны айтам да. Бала жұмысқа кетеді, келін жұмысқа кетеді. Балалар сабаққа кетеді. Сол үйдің итіне мен беретінем тамақты. Шіркін-ай. Жануар кететінді сездім, аяма оралып қимай жатыр еді. Туған перзентімнің итекеш иттей мейірім шапағаты болмағаны да. Қай жерден қате кетті. Дегенге мәдесі көре тұрып, бет аузыңды соққыға бере тұрып, құлатын де оқыста ата-анаға, қорқанынан айтамыз бір өтірік. Төсегінде өлерін көре тұрып, түлеуіңді туысқа бере тұрып, айғыбат кетесің деп ауруға, аяғына айтамыз бір өтірік. Жалған әдеп әрине жоғалмақшы, заманауи оңалмақшы. Сол да біздің күйіміз не болмақшы. Замандас. Домбыра çalасыз ба? Домбыраны çalмайды, шертеді. Күресте çalады ғой, домбыраны шертеді. Мен қайдан білейін? Кемпірден айырылды, қара жерден қойнауына тапсырдық. Баладан ажырадық, енді қара домбырадан ажырамай. Дұрыс. Қаусаған қасіретті қара шалмын, бұл күнде қара шалмен сана сәргім. Жанымды жегідей жеп қаптар күн санап қуат келіп ала сардым. Мұнша тар емес еді-ау пәтеріңде, осында тастап кеттің әкелдің де. Сынаптай сыртай налса жалғыз балам, тірідей жүрген ой әкеңді. Уажалған сағындым ғой, тым болмаса алып кет бір ескекшін немеремді. Апа, көке, кеш болды, ішке кіріңіздер, ендігі алып қаласыздар. Осылай сөйле қарияға, осылай сөйле. Көрдің бе заманда шест. Ой, ақсақал, әзір қойсыз ғой тегі. Кеттік, ішке кірейік жүріңіздер. Тірі адам тіршілігін жасайды.